Еуропада нан жоқ. Ресей енді қайтпек. Бұрын допинг, кейін соғыс қосылып, Ресейдің спортшылары қайта-қайта халықаралық жарыстардан шеттетіліп жүр. Егер соғыс тоқтамаса, Еуропадағы додаларға қатыса алмайды. Есесінде оларды енді Азия Олимпиада кеңесі өздеріне шақырды. Биыл 20 қыркүйек пен 8 қазан аралығында Қытай елінде жазғы Азия ойындары өтеді. Азияның Олимпиада кеңесі осыған Ресей мен Беларусь құрамаларын шақырып отыр. Азияның Олимпиада кеңесі спорттың біріктіретін күші бар екеніне сенеді және барлық спортшының ұлты мен паспортына қарамастан жарыстарға қатысатын мүмкіндігі болуы керек деп есептейді. Ұйым Ресей мен Беларусь спортшыларын Азия ойындарына шақырады делінген ресми хабарламада. Сондай-ақ Азияның Олимпиада кеңесі Ресей мен Беларусь атлеттерін халықаралық жарыстарға қатыстыру туралы халықаралық Олимпиада комитетінің шешімін күтіп отқанын жеткізген.